адамымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі. Адам өміріндегі ең игі істердің бірі мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Адамдар бір-біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды. Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің деген екен дана халқымыз. Жанашырлыққа жан риза дегендей, қамқорлықты қажет ететін отбасыға аялы алақанын тосып, жүрек жылуын ұсыну, сауабы мол іс жасау әрбір адамның азаматтық парызы. Қарекет қорының басты мақсаты халықтың демеуімен жетім жесірлерге, мүмкіндігі шектеулі кісілерге, көп балалы, жалғыз басты аналарға үй немесе жер телімін алып беру арқылы мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Мұқтаж жандарға қамқорлығын аямай, оларды аялай білейік деген ниетпен келіп отырған қонақтармен таныс болыңыздар. Атырау облыстық Қарекет қайырымдылық қорының басшысы Мақсат Есенбаев Аманқосұлы. Құлсары қаласы бойынша Қарекет қайырымдылық қорының ерікті өкілі Әлжанов Дастан Өрбөсінұлы. Және Астанадан келген жерлесіміз жеке кәсіпкер ауыл жанашыры Серікбаев Медет Мерекеұлы. Сөз кезегі Бәйтерек мешітінің бас имамы Сұлтанов Мұратқа беріледі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум. Ардақты ағайын, құрметті халайық. Бүгін мынау қазақтың қағидалы сөзінде жетім көрсең жебей жүр дейді. Қазақ өзі жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған, данышпан, дана халық. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бір бағыты қайырымдылық бағыты. Сол қайырымдылық бағыты ретінде ауылдағы мұң-мұқтажын айтып келген жетім жесірлерге, жоқ жітіктерге, ғарып қасірлерге барынша көмегімізді көрсетіп келеміз. Ауыл азаматтарының, үлкен кәсіпкерлер ағамыздың демеушілігіменен, Қарекет қоғамдық қорының бастамасыменен, ауыл мешітінің жамағаттарының бір ауыздан осыған ат салысуыменен бүгін ауылымызда бір үш бала